Зарема Каримқызы, сотталушы айыбын өзінің мойындап тұрса да, сот процесі не себептен ұзаққа созылады? Сол туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Бұл қоғамда жиі кездесетін түсініспеушіліктердің бірі, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, егер сотталушы кінәсін мойындап тұрса да, бұл оны кінәлі деп тануға және де оған үкім шығаруға негіз болып табылмайды. Себебі барлық дәлелдемелер сот отырысында жан-жақты объективті зерттелу керек. Егер де қандай да бір дәлелдемелер сот отырысында зерттелмейтін болса, сот үкім шығару кезінде ол дәлелдемелерге сілтеме жасай алмайды, яғни басшылыққа алмай алады. Дәлелдеме дегеніміз жәбірленушінің аяқтары, куәлардың жауаптары, сотталушының жауабы, сонымен қатар бейнежазбаларды зерттеу, заттай дәлелдемелерді және де іс материалдарын толықтай зерттеу. Егер де біз ондай дәлелдемелерді зерттемейтін болсақ, тараптар да жарыссөзінде оған сілтеме жасай алмайды. Ал дәлелдемелерді зерттеу деген ол өз кезегінде бір қандай да бір уақыт талап етеді. Мысалы, бір қылмыстық істің ішінде 25-30 бейнежазба болатын болса, бір тергеу әрекеттерінің ұзақтығы 3 сағат 4 сағатты құрайды. Соттың басты мақсаты сотталушы кінәсін мойындап тұрғанын ғана тіркеу емес, жан-жақты объективті сот процесін өткізу. Сол себепті ол қылмыстың жасалуына қандай себеп болды, қандай жағдайлар орын алды, соның барлығы толықтай зерттелу керек. Өмірде әртүрлі жағдай кездеседі. Мысалы, баласының жасаған қылмысын мойындап ата-анасы келіп тұруы мүмкін. Сол себепті біз келіп тұрған адамның мойындап тұрғанына ғана сүйенбей, барлық дәлелдерді тексеріп, олардың өзара сәйкестігін бағалаймыз. Бұл әділ сот дегеніміз сот төрелігінің басты қағидаттарының бірі. Оның үстіне қазіргі уақытта сотта кадр жетіспеушілігі мәселесі бар, уақыт тапшылығы бар. Ол қылмыстық істердің барлығы бір арнайы уақытты талап етеді. Бір қылмыстық істі біз таңертеңнен барлық жұмыс күн уақытына тағайындаймыз. Жаңағыда өткендей көп уақыт керек. Қазір уақытта сот өндірісінде бірнеше қылмыстық істер менің туралы етуіммен қаралып жатыр. Біз қазір ғана қылмыстық істер жөніндегі сот залынан шықтық. Қазіргі қаралып отырған резонанстық істердің барысы, сот төрелігі, әділ шешім туралы судья Зарема Хамидуллинамен сұхбаттастық. Сұхбаттың біздің елімізде орын алған өкінішті, бірақ қылмыс жасаған адам өзінің заңның алдында жауап береді. Жәбірленуші тарап сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ме сіздерге? Сәрсемалиев сұрағыңыздар ма? Түсінікті ме? Және Сәрсемалиев процесс барысында сіздің қазірдің өзінде күлкіңізді жия алмай отырсыз. Мінез құлқыңызды барлығын ескерді. Сіздің процесс барысында жәбірленушінің сөздеріне күліп отырғаныңызды, сот сізге жаза тағайындаған кезде барлығын да баға беріп ескерген болатын. Сіз әлі күнге дейін өз әрекетіңіздің қоғамға қауіптілігін түсініп отырған сияқтысыз. Және де өзіңізді қанша ақтауға тырыссаңыз да, сіздің әрекетіңіз ешқандай заңның алдында ақтауға келмейді. Егер де басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, бас сот талқылауға жауап деп жарияланады, сау болыңыздар.